армысыздар достар, үй жағдайында іш өтуді қалай емдейміз? Негізі іш өту бұл әртүрлі, мысалы таблеткалардан уланған кезде, адамның ішек жолы қабынған кезде, сонымен қатар қарт кісілерде де осы іш өту көп болады. Бұны үй жағдайында қалай емдейміз? Ең алдымен осы жер жаңғағымызды шағып, бұның өзегін алып аламыз, және осындай бізге 40 градус спирт керек. Мен спиртті осындай бөлек ыдысқа құйып қойдым. Жаңғағымызды шағып, ішіндегі өзегін бөлек алып аламыз. Мен сіздерге көрсетейін қазір ішіндегі өзегі қандай болатын екенін. Жалпы бұл өзегі жаңғақтың ортасында екі жаңғақты бөліп тұратын кішкене ғана қабығы десек болады. Міне көріп тұрсаңыздар, міне жұқа ғана қабығын, осыны біз бөлек ыдысқа салып аламыз. Бөлек жарты литрлік 750 граммдық банкіге салып қойсаңыздар болады. Тағы біреуін ашып, бір-екеуін ашып сіздерге көрсетейін. Негізі жалпы осындай өзектен 100 грамм аршып, яғни барлығы 100 грамм болу керек. Ортасындағы өзектің мөлшері. Осылай біз барлығын сыртындағы сүйектерден тазартып, ортасындағы өзектерін аламыз. Тек қана өзегін ғана. Енді бұған кәдімгі спиртімізді құямыз. Спирттен ешқандай шошудың қажеті жоқ. Оны тек өзінің шамасымен ғана пайдаланса, спирттің пайдасы көп. Оның емдік қасиеттері мол. Біз бұл қоспамызды 15 күн сақтаймыз. Қараңғы жерде, салқын және қараңғы жерде сақтауымыз керек. Бұл қоспа 15 күннен кейін кәдімгі қызыл қоңырлау тартып тұрады. Бұл қоспамыз, мына осы банкіміз жартысындай болу керек. Шамамен құйған спиртіміз және соның ішіне 100 грамм жаңғақтың өзегін саласыздар. Үлкен кісілер тамаққа дейін, жарты сағат дейін жарты шай қасық қана ішесіздер. 3 мезгіл жарты шай қасықтан ғана. Ал балалар 2 жастан кейін ғана пайдалану керек, 3 тамшыдан ғана. 3 мезгіл 3 тамшыдан ғана. Енді біз екінші тәсіліміз бұл іш өтуді тоқтатудың. Кәдімгі қара шайға мед қосамыз, 1 шай қасық. Осыны кәдімгідей 3 мезгіл ішсеңіз болады. Ішіңізді тоқтатып, результат бере бастайды. Менің каналым ұнаса, жалпы комментарий қалдырып, лайк басып, маған жазылып кетуді ұмытпаңыздар.
рахмет баршаңызға.